Хей, қалайсың? Сенімен бірге Аяз ата. Франики, бүгін шамалы от души сөйлесейік. Міне, жаңа жылда келіп қалды. Кеше ғана бітірген мектебіме жиенімнің шыршасына барған болатын. Мектебім сол баяғы спорт зал шырша. Дегізім еске түсіп кетті. Кәдімгідей ертегіге сеніп, мәз мейрам болып жүретінбіз. Жаңа жылда асыға күтіп, тақпақ жаттап, өнерінді көрсетуге дайындалатынбыз. Аяз атаның бар екеніне сенетін едік. Үйге көрші Аяз ата болып келген кезде кәдімгідей қуана күтіп алатынбыз. Тақпақ айтып, сыйлық алып, көңіл күй керемет болып, жаңа жылды естен кетпейтіндей өткізетінбіз. Ал енді заманның қатты өзгергені ме, қазіргі балалар кезіндегі біз сияқты Аяз атаға сенбейтіндей, көрінетіндей. Әрине, олар смартфон пайдалана алады. Конечно, қазір современный балдар ғой. 4-5 жасынан ақ Аяз атаның жоқ өтірік екенін біліп алады. Әрине, еш қарсылығым жоқ, бірақ баяғыда атмосфера жоқтығына өкінемін. Сол жас балдардың жаңа жылда ерекше есте қаларлықтай өткізгенін қалаймын. Жарайды, ескіні қайтара алмайсың. Қазіргі уақытта бұл мейрамды кәдімгі күнделікті мейрамдай өте кетеді. Жарайды. Жақсы және қуанышты заттарға көңіл бөлейік. Осы 2-3 ай бұрын арнаның жұмыс істей бастағанда мақсатым 1 қаңтарға дейін 100 подписчикке жеткізу еді. Бірақ та бұл көлем 2 есе асты. Каналда 200-ден астам подписчик бар. Не деген жылдамдық, қуаныштымын. Бұл сендер жасаған үлкен сыйлық. Енді әрине аз уақыт қалды, бірақ та мақсатым 500 подписчикке жеткізу. Бұл сендердің қолдарынан келеді. Ол үшін видеоны достарыңға, басқа да әлеуметтік желілерге, любой ортаға таратсаңдар болады. Мен сендерге сенеймін. Бірге біз қазақша контентті көтере аламыз. Так, егер де видео ұнаса лайк бас. 10 лайктан асырайық. Егер видеоны осы жерге дейін көрсең, комментке жаңа жыл деп жазып кет. Сол арқылы мен сенің топовый екеніңді біле аламын. Каналға тіркелмеген болсаң, подписаться етіп, қоңыраушаны басып кет. Сендермен бірге болған Франики. Келесі кездескенше сау. Сол жақта керемет видео, оң жақта топовый видео. Ортасында қызықты кнопка.